Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Менің есімім Садықова Бағила, география пәнінің оқытушысымын. Егер бүгінгі сабаққа дайын болсаңыздар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геосфераның ластануы. Геосфераның ластануына тоқталмас бұрын сіздермен геосфера ұғымы туралы түсінік алайық. Геосфера дегеніміз не? Геосфера дегеніміз жер қабықтарынан тұратын жердің күрделі шоғырланған қабығы болып табылады. Геосфера ол бізде екіге бөлінеді. Сыртқы геосфера және ішкі геосфера. Сыртқы геосфера атмосфера, гидросфера және биосферадан тұрады. Ал ішкі геосфера ол бізде жердің сыртқы қабығы және мантия, ядродан құралады. Геосфера жердің орталық бөлігінен ретімен кезектесе отырып тарайды. Атмосфера дегеніміз ол ауа қабаты. Атмосфераның ішкі бөлігі тұтастай гидросфера мен жер қыртысының аздаған бөлігін қамтиды. Сыртқы бөлігі ғарыштық кеңістікпен шектеседі. Келесі ол биосфера. Биосфера жердегі тірі организмдер жиынтығынан тұратын жердің күрделі сыртқы қабығы болып табылады. Гидросфера жердің су қабығы. Табиғи судың барлық түрінің жиынтығы осы гидросфераға жатады. Олар мұхиттар, теңіздер, құрлық сулары, жер асты сулары және мұздықтар жамылғысы болып табылады. Келесі ішкі геосфераға тоқталайық. Ішкі геосфера жер қыртысы, мантия, ядродан тұрады дедік. Жер қыртысы ортаңғы және төменгі қабаттардан тұрады. Мантия жер көлемінің 83%-ын құрайтын, температурасы 2000 мен 2500 градус арасында болатын, кристалды тау жыныстарынан тұратын ең қуатты қабық. Келесі ядро. Ядро радиусы 1250 километр. Ішкі ядродан және оны қоршайтын сыртқы ядродан тұрады. Жер ядросының температурасы 5000 градус, ал ядроның орталық бөлігінде 8000-9000 градусқа жетеді. Құрметті білім алушылар, геосфера туралы сіздерде түсінік қалыптасқан болса, енді геосфераның ластануы жайлы айтайық. Қазіргі кезде барлық геосферада табиғи ресурстардың сарқылуы байқалуда. Себебі олардың қазіргі кезде табиғи нысандардың сапасы нашарлап, олар негізгі қасиеттерінен айырылып жатыр. Негізгі қазіргі кезде геосфераның ластану себептері ол адамның әсерінен, яғни антропогендік әсер нәтижесінде ластанып жатыр. Себебі қазіргі кезде білесіздер, жалпы дүние жүзінде адам санының көбеюі байқалуда. Сол себепті адам саны көбейгеннен кейін жер бетінде табиғат ресурстарына, табиғатқа деген сұраныс артып, қазіргі кезде геосфераның белсенді түрде ластануы сол себепті болып жатыр. Ең алдымен сіздермен литосфера қабатының ластануын айтайық. Литосфера дегеніміз жер қыртысы мантиясының жоғарғы қабаты. Литосфераның ластануының негізгі салдары ол мыналар болып табылады. Минерал ресурстарын өндіру мен құрылыс жұмыстарының салдары жер асты суларының төмендеуіне алып келеді. Бұл қауіпті экзогендік құбылыс нәтижесінде салынған үйлер, салынған ғимараттар опырылып жер астына түсуі мүмкін. Ал таулы аумақтарда ормандардың жойылуы, сонымен бірге малдардың шамадан тыс жайылуы салдарынан сел тасқындары болады. Келесі ол бізде педосфера. Педосфера жердің топырақ қабаты. Топырақтың ластануы ол үздіксіз процесс. Себебі біз күнделікті өмірде кез келген салада топырақты қолданамыз. Ауыл шаруашылығында болсын, сонымен бірге күнделікті тұрмыста. Топырақтың ластануы екі түрлі жолмен жүзеге асады. Ол табиғи және антропогендік болып табылады. Топырақтың тозуы дегеніміз ол, яғни топырақ өзінің құнарлық қасиетінен, өзінің минералдық қабаттарынан айырылып эрозияға ұшырайды. Ал енді сіздермен
Қазіргі заманғы топырақ тозуының негізгі түрлерін айтып өтейік. Бірінші, судың әсерінен болған эрозия. Екінші, желдің әсерінен болған эрозия. Яғни, екі себепте топырақтың негізгі беткі қабатын су шайып кету немесе желдің ұшырып кету салдарынан болады. Үшінші, топырақтың қарашірінді қабатының төмендеуі. Яғни, топырақ құрамындағы қарашірікті басқаша гумусы деп атаймыз. Яғни, топырақтың гумусы төмендесе, оның құнарлығы төмендейді деген сөз. Төртінші, ол химиялық ластану болып табылады. Бесінші, топырақтың пестицидтермен ластануы, ал алтыншы, топырақтың өндірістік қалдықтармен ластануы болып табылады. Жетінші, топырақтың тұздануы. Сегізінші, су басу және батпақтану. Ал тоғызыншы, топырақты түгелдей жою. Яғни, топырақтың бетіне жол салу, үй салу, құрылыс жұмыстарын салу, яғни топырақты толықтай жою болып табылады. Келесі, гидросфера қабатына тоқталайық. Гидросфера жердің су қабаты. Өздеріңіз білесіздер, бұл қабаттардың ішіндегі ең бағалысы ол гидросфера, яғни су болып табылады. Адамға күнделікті 1,4 литр су қажет, яғни өмір сүру үшін осынша суды тұтынамыз. Гидросфераға жер бетіндегі бүкіл сулар жатады. Ол мұхит сулары, атмосферадағы барлық қамтылған сулар, жер асты сулары, мұздықтар, теңіздер, көлдер және өзендер. Қазіргі кезде жер бетінің 71%-ын мұхиттар мен теңіз сулары алып жатыр. Ол жалпы жер бетіндегі судың 96,5%-ын құрайды. Гидросфераның ластануы негізінен өндірістік, тұрмыстық қалдықтарды суға тастау нәтижесінде ластанады. Екінші, мұнай өндіру кезінде және мұнай қалдықтарын тасымалдау кезінде ластанады. Ал енді суды ластаудың негізгі түрлеріне тоқталайық. Ол химиялық ластану, механикалық ластану, бактериялық ластану, жылумен ластану, радиоактивті ластану болып табылады. Ал енді осыларға қысқаша түсініктеме бере кетейік. Химиялық ластану ол осы ластанулардың ішіндегі ең көп тараған түрі болып табылады. Химиялық негізгі суды ластайтын заттарға органикалық, бейорганикалық, улы, улсыз қоспалар жатады. Радиоактивті ластану дегеніміз суға радиоактивті қалдықтарды тастаумен түсіндіріледі. Яғни радиоактивті заттар деп отырғанымыз уран, стронций, тағы басқа радиоактивті элементтер болып табылады. Ал бактериялық ластану дегеніміз суда бактериялар мен вирустардың пайда болуымен түсіндіріледі. Бұл өте аз кездесетін судың ластану түріне жатады. Механикалық ластану судың мөлдірлігіне, оның тұнықтығына әсер ететін заттар болып табылады. Яғни ол құм, тағы басқа ұсақ, майда, тау жыныстары. Ал келесі жылулық ластану судың өндірістік қалдықтармен немесе жоғары температурадағы қолданылған сулармен араласуы нәтижесінде ластанатын түр болып табылады. Және де біз сіздермен айтатынымыз ең соңғы ластанудың түрі судың қоқыс қалдықтарымен ластануы болып табылады. Қоқыс қалдықтарымен ластануы дегеніміз тұрмыстық, өндірістік қолдану нәтижесінде шыққан қалдықтарды, яғни қоқыстарды суға тастау болып табылады. Суға тастаған кезде бұл жерде балықтар көп зардап шегеді. Қазіргі кезде сіздер білесіздер ме, әлемде қоқыс аралы деген бір аймақ бар. Ол жерде аралдың бүкіл аумағы қоқыстардан тұрады. Қазіргі кезде барлық құрлықтан мұхитқа күніне 2,5 миллион тонна пластмасса және қалдықтар тасталынады. Осымен сіздерге гидросфераның ластану түрлері түсінікті болса, келесі атмосфераға тоқталайық. Атмосфера басында да айтып өттік, ол жердің ауа қабаты. Атмосферадағы ауа негізінен оттегі,
азот, көмірқышқыл және басқа да инертті газдардан тұрады. Инертті газдар деп отырғанымыз оның ішінде аргон және де су кіреді. Атмосфераның ластануы екі түрлі жолмен болады. Ол табиғи және антропогендік. Табиғи ластану деп отырғанымыз ормандардың өртенуі және де жанартаулардың атқылауы деген сияқты мысалдарды келтіруге болады. Ал антропогендік ластану дегеніміз адамның тікелей қатысуымен болатын ластану көздері. Яғни біз күнделікті өмірде табиғатқа деген сұраныс артып, біз табиғатты қолданамыз. Яғни қоқыс тастаймыз. Ауаға әртүрлі өндірістік қалдықтарды, газдарды шығарамыз. Машина қалдықтары, жылу электр станцияларынан шығатын қалдықтар, бұның барлығы өндірістік тұрмыстық қалдықтар, яғни антропогендік әсер нәтижесінде ауаның ластануына алып келеді. Ал енді атмосфераны негізгі ластаушыларға тоқталатын болсақ, олар азот, көмірсутек тотығы және де шаң тозаң болып табылады. Құрметті білім алушы, сонымен бүгін біз сіздермен геосфера жайлы түсінік алдық. Яғни геосфера туралы жалпылама ұғымдарға тоқталдық. Сонымен бірге геосфераны ластаушы негізгі заттарға тоқталдық. Ал енді бүгінгі сабақ сізге толықтай түсінікті болса, сіздермен бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Ал енді үй тапсырмасы. Оқулықтағы картаны пайдаланып, қатты бұзылған топырақтар қай жерлерде таралғанын анықтаңыз. Екінші, картаны анализ жасай отырып, өзгеріске ұшырамаған топырақтың аумағын анықтаңыз. Үшінші, Тынық мұхитындағы қоқыс аралы жайлы оқып, қалпына келтірудегі өз ұсыныстарыңызды келтіріңіз. Төртінші, тұрғылықты жердегі геосфераның ластану себебі мен салдарын анықтаңыз. Ал білім алушылар, бүгінгі үй тапсырмасы сіздерге түсінікті болса, бүгін сіздермен қоштасамыз. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.